транспортная карта, смс оплаты на проверку. Қазір өздеріңізге белгілі, қазіргі осы пандемия кезінде қоғамдық көлікте бірнеше шектеулер қойылған. Оның ішінде қолма-қол ақша төлеу тыйым салынған қазіргі таңда. Және бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша қоғамдық көлікте бетперде кию әдебі. Яғни қоғамдық көлікте медициналық бетпердесі киюге тыйым салынған. Жұмыс уақытысы қоғамдық көліктердің әдеттегіндей таңғы сағат 6-дан түнгі сағат 11-ге дейін жүргізіліп жатыр. Мысалға, қоғамдық көлікке медициналық бетпердесіз жолаушы кірсе немесе медициналық бетпердені дұрыс тақпаған жағдайда біздің қызметкердің тарапынан ескерту жасалады. Бетпердені дұрыс тағу жөніндегі, кию әдебін сақтау туралы. Немесе егер медициналық бетперде болмаған жағдайда ол жолаушыға біз қоғамдық көліктен шығып кетуін ұсынамыз және талап етеміз. Себебі ол санитарлық дәрігердің қаулысына түбегейлі қарсы келетін іс-әрекет. Егер жолаушы қоғамдық көліктен түспей немесе қарсылық білдіріп жатса, ондай жағдайларда біздің қызметкерлердің тарапынан және ондай жағдаймен күнделікті кездесетін жүргізушілердің тарапынан 102 қызметкерлеріне хабарласып, аталған жағдайды жеткізу арқылы жаңағы жолаушымен профилактикалық жұмыстар, яғни сұхбаттар жүргізіліп, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Қоғамдық көліктің ішінде міндетті түрде антисептик, санитайзерлар болу тиісті, және ол таусылмауы қоғамдық көліктің бағытындағы жол уақытында таңертеңнен кешке дейін ол құты, яғни флакон дейді ғой, толық болу керек, яғни жолаушыларға ол міндетті түрде ұсынылу керек. Ол қоғамдық көлік жүргізушісі міндетті түрде медициналық бетперде бүкіл жол бойы тағып отыруы тиіс. Егер жаңағыдай жолаушыға да қойылатын талап ретінде дұрыс тақпаған жағдайда немесе мүлдем тақпаған жағдайда жүргізушіге келісім шарт бойынша біздің компания мен автобус парктерінің арасында орнатылған келісім шарт бойынша акт толтырылып, ол жолаушыға айыппұл салынады.